Қалайсыздар, достар? Қалдарыңыз қалай? Мені іздеп жатқан барша оқырманыма рахмет. Мен бір ай бойы тиктокта болмадым, себебі тиктогым блокқа түсіп қалып, маған инстаграмға жазып, іздеп, неге тиктокта жоқсыз, біз сізді сағындық, қашан шығасыз деп жатқан оқырмандарыма рахмет сіздерге. Білесіздер ме, тиктоктың өзінің правилалары бар екен, бұзуға болмайтын. Егер сол правилаларды бұзатын болсаңыздар, сіздер осы тикток аккаунттарыңызды заблокировать етіп тастайды екен навсегдаға. Бір рет ескерту береді, екі рет ескерту береді, үшіншісінде уже ескертусіз сіздің тикток аккаунтыңызды алып қояды екен. Мәссаған, менде сондай болды ғой. Бірінші рет ескертті, екінші рет ескертті, үшіншісінде уже сразу алып қойды ғой. Деп 3 күн бойы жылап қой дедім, ақырында жасымды сүріп жылап отыра беретін ұзаға сен емессің, давай тұр, әрекетіңді қыл деп жан жақтан звондап сұрай бастадым. Осылай болса не істейміз? Маған сообщение келді, Gmail'ыма, еще тиктогыма, барлығына ваш аккаунт навсегда заблокирован деп келген. Мен ойладым, болды, бітті, бәрі кетті деп ше, 65 мың подписчик бәрі кетті деп жылап сұрастырып, ақырында осылай навсегдаға кетіп қалған аккаунттарды ашып беретін адам таптым. Сөйттім да ол кісіге жаздым, ол кісі айтты, я, ашуға болады деді, бірақтан күту керек деді. Біреулердікі 1 айда ашылады, біреулердікі 2 айда ашылады, біреулердікі 6 айда ашылады деді. Мәссаған, дедім, Құдайдың көзі тура екен, меніңкі 1 айда ашылды. Көріп тұрғандарыңызда қайтадан мен оралдым. Сөйтіп бұл да бір сабақ болды маған. Енді абайлап видео салатын болдым, бірақтан сол айтишник ағай маған тикток аккаунтымды қорғап берді. Анау правиланы бұзғандарға кет қалмайтындай етіп. Зато осы 1 айдың ішінде сіздерге бөлісетін видеолар көп жиналып қалды. Енді жайлап күнде осы істеген заказдарымның видеоларын салатын боламын, күтіңіздер. Ал мынау менің кезекті заказым. Менің тиктогым блокта кезде мен Шымкент қаласына барып, флористика мамандығында оқып келдім. Қазір енді тек қана шармен ғана оформление емес, мен искусственный гүлдермен де оформление жасап жүрмін, заказдар алып жатырмын. Бүгінгі заказда 2 офлайн шәкіртім және 1 көмекшім бар. 4-еуміз жабылып жүріп осы фотозонаны жасадық. Өзіме гүлмен де жұмыс жасаған ұнап қалды. Бұрыннан неге гүлді де қоспағанмын деп ойланып қалдым. Еще мен жаңадан тағы да көп нәрселер қосып жатырмын. Шаңырақ, петашарға, сосын кейін искусственный гүлдермен, шарлармен, барлық қандай оформление керек, соның барлығы менен табылады. Еще күшті жаңалық, сіздерге тек қана шар емес, енді гүлдің де сабақтары бар менде. Искусственный гүлдермен қалай жұмыс жасаймыз, қалай фотозонаға жаңа баннерге қатырамыз, қалай каркасқа қатырамыз, неонмен қалай жұмыс жасаймыз, барлығын үйрететін сабақ түсіріп жатырмын. Қазір шармен қоса енді искусственный гүлдерді де оқып алсаңыздар болады менен. Заказ бергіңіз келсе, немесе курс жөнінде білгіңіз келсе, мына жерде профильде сілтеме тұр. Сол сілтемеден өтіп, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар, мен сіздерге лично өзім жауап беретін боламын. Бүгінгі фотозонамыз осылай болды. Қалай сіздерге ұнады ма, ұнаса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Клиентке қатты ұнады, рахмет айтып, алғысын айтып шығарып салды. Өзіме де қатты ұнады.